Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осы жылдың хиті болған бенто тортын жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Барлық керек ингредиенттер описанияда көрсетілген. Ең алдымен жұмыртқаға қантымызды салып, жақсылап ағарғанша миксерлеп шығамыз. Кемі 10 минут болсын. Одан кейін ұнымызға разрыхительді араластырып, ситаның көмегімен осы сұйықтығымызға қосамыз. Барлығын бірден салуға болмайды, бөліп салу арқылы жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ертілген сары майды дәл солай біртіндеп бөліп құйып, барлығын миксердің көмегімен араластырамыз. Сұйық масса пайда болу қажет, міне осындай. Оны енді пергамент қағазына құйып шығамыз. Барлығын біркелкі етіп орналастырамыз. Одан кейін духовкада 180 градуста сіздің печкаңызға қарай 25-30 минутта пісіріп аламыз. Етімізді оңай алу үшін осылай үстіне пергаментті құйып, дәл видеодағыдай аударып аласыздар. Еттің қалыңдығы 1-1,5 см болып шығады. Бенто торты тек бір адамға арналғандықтан барлығын дөңгелек етіп, осылай кесіп шығамыз. Менде бұл жерде тұздың қақпағын алдым. Кез келген нәрсемен кессеңіздер болады. Сіздерде арнайы кесетін құрал болса, тіптен жақсы. Диаметрі 9 см қылып кесіп жатырмын. 10 см, 12 см қылып кессеңіздер болады. Болмаса 8 см. Бірақ одан кіші болса, бір адамға жетпей қалады. Осылай шетін жарты қылып кесу арқылы екеуін дөңгелек қылып біріктіріп аласыз. Ешқандай қалдық қалдырмаймыз. Қалған крошкаларын трайфл сияқты бетіне крем жағып дайындап қойсаңыздар болады. Енді крем жасауға кірісейік, ол үшін творожный сырмен қантымызды жақсылап миксерлеп аламыз. Одан кейін үстіне сливкиді құйып, тағы да миксерлеп шығамыз. Миксердің жылдамдығын аз-аздан қосып отырасыздар. Осындай әдемі крем дайын болады. Жинауға кірісейік, жылжып кетпей үшін астына осылай кішкене крем жағамыз. Одан кейін әрбір корждың бетіне осылай кішкене крем жағып, қалғанын мешоктың көмегімен осылай жағып шығамыз. Ортасын осылай қалдырып, кез келген жемістен жасалған начинка қосып жесеңіздер өте дәмді болып шығады. Торттың корждарын осылай барлығын жинап шығамыз. Видеомды соңына дейін қарап ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сол кезде соңғы шыққан рецепттерімді алғашқылардың бірі болып көре аласыз. Тортымызды осылай сыртын қаптап, оны да холодильникке салып қоямыз. Торттың ерекшелігі тек бір ғана адамға арналған. Ары кетсе 2 адам ғана жей алады. Өзінің арнайы қорапшасы бар. Мен әзірге осылай тарелкаға салып көрсетіп жатырмын сіздерге. Астына осындай пергамент қағазын кішкене кесіп алып қойсаңыздар, өте сәнді болып көрінеді. Осы рецепт бойынша сізде 3 торт шығады және қалған корждарды трайфл секілді жасап, өздеріңіз үйде шаймен ішсеңіздер болады. Крем жасағанда мұқият болыңыздар. Сіздің сливкиіңіз бен творожный сырыңыз холодильникте кемінде 7 сағат тұрған болуы қажет. Енді тортымызды холодильнигімізден шығарып, осылай өзіңіздің қалауыңызша сәндеп шығасыз. Мен осындай сары және розовый түстерді алып, шет-шетіне осылай жағып шықтым және бетін сары түспен өзім қалай ұнайды солай жағып, және үстіне туған күніңмен деген жазуды түсірдім.
Бетіне жазу үшін мешокқа кішкене крем құйып, мешоктың ұшын ғана кішкене кесіп тастап, өздеріңіз қалауыңызша жаза бересіздер. Келесі тортымыздың бетінде өзім қалауымша осылай мешоктың басына насадка кигізіп, гүл сияқты бетін осылай креммен жағып шықтым. Біздің торттарымыз дайын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.